Ошол жерде отурайын энди мен. Деп айды карасаңыздарчы арада 1 саат өттү. Вау, кәдімгідей 1 саат отырдым енді. Таңның атып келе жатқанын қараңыздар. Мәссаған әдемісін ай. Күнді қарасаңыздаршы, мынандай көрініске тап боламын деп ойламаппын. Мәссаған. Кәдімгідей реальность қой анау. Күннің атып келуін қараңыздаршы. Мәссаған. Ебой, әлі бант тонау керек. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Мико. Және бүгін біз Ороның өмірін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді кеше жаңағы магазин тонаймын деп айтқан болатын, енді мен магазин тонамаймын, Магазин тонауға желание жоқ әзірге. Әзірге үйде кішігірім болсын тамақ бар ғой, Ал кейінге қалдырамыз магазин тонауды. Бүгін не тонаймыз десеңіздер, кітапхана. Сіздерге бір түрлі түйілетін шығар, бірақ мен кітапхана тонаймын. Кітаптың ішінен жоқ, кітапты тонамаймын мен. Кітаптардың түкке қажеті жоқ маған. Мен білем, сол кітапханада бір секрет бар. Сол секретті мен тауып, соны тонап кетуім керек. Жарайды, ендеше мен қазір сол кітапхананы көрсетейін сіздерге. Енді бүгінде асығыс жоқ онша, қазір сағат дейтін түннің жартысына енді жетті. Түн жарым емес енді, түн жарымның жартысы ғой. Мына жақта ештеме жоқ деген сияқты. Енді төбеде кәдімгідей, мына жақта кеше көршінің үйіне тонап алып келген ақша деген сияқты да. Енді пәске түскен кезде мына жақта холодильникте осы гриль жетеді. Мен осы тамақ жеп алайын кішік әзір. Дәмді болады да осы. Жареная курина. Ой, жарайды. Общем, енді мына жақта білесіңдер менің секретім. Сіздерге көрсетпедім ау деймін. Көрсете салайын қазір. Енді осылай мына жерін паласты ашқан кезде осындай рычаг тұрады. И потом мына жерден пышақ, дубина, пистолет, мылтық. Патрон жоқ, патрон сатып алу керек. Соғанда ақша жинау керек. Енді бүгін ба ертең ба білмедім. Жаңағы квартирада тұрам ғой, мен кеше айтып өткендей. Есі кеп қалатын шығар мүмкін, жаңағы ақшасын сұрап, Жарайды, ендеше мен кеттім кітапханаға. Енді мына жақтағы кітапханаға деген қалай кетті? Осы жақта ма еді? Жоқ. Мына жақта міне. Осылай қарай барады екенбіз. Кішкене шатасып кеттім ғой, үлкен қалып, енді шатасасын кәдімгідей. Енді мен астыме өтіп бітпей қойын. Бүйтіп өтіп кете салдым, жолды кесіп енді. Міне қараңдар, мынау кітапханада мысалы осындай үлкен, Неужели мынандай іші кішкентай бірақ. Демек, ар жағында бір секрет бар, соны бүйтіп тесіктерін жақсылап қарап өту керек. Екінші қатар, байқадыңдар ма? Үшінші қатарда сейф тұр. Достар, мен білем ғой, секрет болады, әрбір кітапханада секрет болады. Міне осы үшінші неде күшті нәрсе тұр ғой. Мәссаған, тезірек бәрін алайын енді. Қазір түн, ешкім келмеуі мүмкін, есікті әдейі онша қазір қобалжымай қалдым енді. Ұрлау оңай болып кетті деген сияқты ғой. Жарайды енді. Енді ой, кешіріңдерші достар. Общем, енді есікті жауып, смело жүре берейік. Кәдімгідей дым болмағандай үйге жетіп алайық тезірек деп. Сөйтіп үйге барып, мына ақшаларды қойып келейін. Білмедім, енді ертең азанда келетін шығар жаңағы квартираның егесі. Енді көреміз оны. Ой, что за вибрация, сообщение келді ме деймін. Жарайды. Ендеше достар, қазір мен күшті тонап кете салдым. Смело барып, ештеңе білмегендей болып жүре берем енді. Так, енді осы жаққа сап қоямыз. Негізі ұрлық төбе қорлық деп жатады ғой. Бірақ ұрламасаң да қор болып қалады екенсің кәдімгідей. Үйде көрдіңдер ме, ақша енді бір қатар жинап қалды. Өзімде 21 ғана ақша бар еді. Енді ұрлағандарымнан қараңыздар, ақша көбейді, кішкене болсын. Енді жақсы болды, нормально. Істемейтін телевизор вообще істемейді бар ғой. Жарайды, уақытта кет бара жатыр. Енді барған обедте ұйықтап оққан соң, қазір онша ұйқым келмеді.
таң атсын күтіп отырамыз ау дейме, осы жерде бүйтіп таза ауада деген сияқты. Ой, қақа түсіп кетіп баратырмын. Осы жерде отырайын енді мен. Деп айды қарасаңыздаршы, арада 1 сағат өтті. Вау, кәдімгідей 1 сағат отырдым енді. Таңның атып келе жатқанын қараңыздар. Мәссаған әдемісін-ай. Күнді қарасаңыздаршы, мынандай көрініске тап боламын деп ойламаппын. Мәссаған. Кәдімгідей реальность қой анау. Күннің атып келуін қараңыздаршы. Мәссаған. Ебой, әлі банк тонау керек. Біраз тірлік бар. Ау, үлкен ақ нәрсені көріп тұрған шығарсыңдар. Соның арғы бұрышы ғана банк, өзі білмедім. Дәу спорт зал әлі ашылмаған. Үлкен спорт алаңы ғой енді. Таң атып келе жатыр, кәдімгідей таң атып қалды. Кәдімгідей күшті ғой, таң атысы дейтін. Жұрттардың бәрі шыға бастады ма дейме. Жарайды, ендеше қазір көшеге шығайыншы мен. О жоқ, есікті тақылдатып жатыр біреу. Кәдімгідей. Кім екен бұл? Мен ғой, мен. Квартираның егесі. Айта беріңіз. Ақшасына қашан төлейсің? Қазір төлеймін. Қанша берейін? Өзің білесің. Жарайды. Өзің білесің дейді ғой, кәдімгідей ұнамаған, Онда саған бір өзім білгенімше ақша берейін. Осындай күшті ақша берейін саған. Жоқ. Міне, осы ақшаны алыңыз, рахмет. Ой, полициялардың дыбысы шығып отыр. Қатты қорқам. Білмеймін, анау не істеп тұр енді. Кетіп қалғанда да шығар мүмкін. Достар, что-то естіп отырсыздар ма? Есікті тақылдатып жатыр біреу. Басқа үйді тақылдатып жатыр деп ойлаймын енді. Мен есігім алдында квартираның егесі ғана тұр ғой. Еще ол жаңа кетіп қалды. Полициялардың дауысы біреулерден көріп тексеріп жүр. Кітапхана ұрланды, анау үй тоналды деп. Достар, кішкене қобалжып тұрмын. О жоқ. Естіп жатсыздар ма? Кәдімгідей. Мүмкін сіздерге естілмейтін шығар. Кәдімгідей есікті тоқылдатып, ағылшыншалап әкесті бәрі деп жатыр ма, бірдеңе деп жатыр, достар. Тілім келмейді кішкене. Енді достар, жарайды, мен осы жерден демалайын кішкене енді. Кішкене ұйықтайын енді. Достар, осы видеоның соңында айта кететін зат, арнаға жазылып, достар, лайк басып, комментарияға жазуды ұмытпаңыз. Мына полицияның дауысын есткен болсаңыз, комментарияға жазып кетіңіз. Және де видеода минус болса, кешірім сұраймын енді, достар. Енді жарайды, ендеше достар, мен демалайын кішкене. Қазір күндіз, ертең енді магазин тонаймын. Сөз берем, магазин тонағанда күшті болады, қызықты магазин. Енді қызықтың бәрі алдыда, сондықтан да достар, арнаға жазылған кезде қасында колокольчик сағат, соны басып қойсақ, мен жіберген видеоны өткізіп алмай көресіңдер. Және мен тезірек ұйықтап қалайын. Полициялар кәдімгідей ызғып жүр көшеде. Ұрланды деп ше. Жарайды, мен ұйықтайын ендеше.